Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен Сады Ерлан. Бүгін сіздермен сыбызғы аспабын үйренетін боламыз. Мінекей, бірінші қолымызды қою әдісін үйренейік. Мен оң жақ қолымды жоғары жаққа, сол жақ қолды астыңғы жаққа қоямын. Бізге керегі тек қана ортаңғы саусақтар. Ортаңғы саусағымызды екінші ойыққа, сол жақ қолды, мінекей, бас бармақ артында тіреуіш қызметін атқарады. Оң жақ қолымыздың ортаңғы саусағын бесінші ойыққа қоямыз. Мінекей, саусақтың ұшымен емес, мінекей, барынша ойықты жабуға тырысамыз былай. Мінекей, бас бармақты ашық қалдырамыз. Қайтадан екінші және де бесінші ойық. Тек қана осы ойықтар ғана жазылады. Мінекей, бұл бізде ля нотасы. Енді біз дыбысын шығару әдісін үйренеміз. Мінекей, мен жағдайында мен сыбызғыны сол жаққа қоямын, кейбіреу оң жаққа қояды. Ол аса маңызды емес. Мінекей, мынаны түтікшені сыбызғы деп алайық. Мінекей, сыбызғы осылай тұр. Менің сол жақ езуімде тұр. Үстіңгі алдыңғы тісімізді сыбызғының оң жақ шетіне қоямыз. Міне, дәл менің қолым секілді сыбызғының жартысына дәл осылай қоямыз. Енді тілімізді сыбызғының дәл үстіне тірейміз былай. Тілдің ұшын дәл сыбызғының үстіне тірейміз. Және де ш деген дыбысты ш деп арқылы демді тілдің үстінен жіберуге тырысамыз. Біздің мақсатымыз тілдің үстінен шыққан дем тіске шағылып, тістен астына қарай сыбызғының мына тұсына келіп шағылу керек. Енді ол қалай болады? Мінекей, бас бармақ баспайды, мінекей, ортаңғы саусақтарды қойдық. Енді жаңағы ш деген дыбысты үрлеу арқылы дыбысты шығаруға тырысамыз. Сіздің жағдайыңызда дыбыс шықпауы мүмкін деген сияқты түсініксіз болуы мүмкін. Бұл жақсы қадам. Ары қарай барынша езуіңізді жинау арқылы дыбысты шығаруға тырысасыз. Дәл осындай дыбыс шыққан болатын болса, осы дыбысты үзбей барынша ұзақ сақтауға тырысыңыз. Сіздермен болған Сады Ерлан. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.